определить. Бүгін облыстық кәсіпкерлер қауымдастығының ұйымдастыруымен бизнесті сервистік қолдау тақырыбына арналған жиын өтті. Облыс әкімінің орынбасары Алтай Көлгіновтің төрағалығымен өткен дөңгелек үстелге кәсіпкерлік сала мамандары қатысты. Жиында өңіріміздегі орта және шағын бизнестің дамуы, бизнесті қолдауға арнайы қабылданған мемлекеттік бағдарламалар жайы талқыланды. Өздеріңізге мәлім, осы аудандағы кәсіпкерлерді қолдаудың мақсатында біздің кәсіпкерлер қауымдастығымен бірге осы мемлекеттік бағдарламаның аясында әр ауданда кәсіпкерлерге қолдау көрсету орталықтары ашылды. Бұл өте маңызды іс-шара. Себебі қаладағы кәсіпкер мен ауылдағы кәсіпкердің жағдайлары әртүрлі, мүмкіндіктері де басқаша. Қалада кәсіпкерлердің мүмкіндіктері нарық үлкен болып, сұраныс көп болатын болса, ауылда ондай жағдайлар жеткіліксіз. Сондықтан біздің мақсатымыз сол жағдайларды жасау. Бүгінгі таңда шаруасын шалықтамын дегендерге қашанда қолдау бар. Мәселен, облыстық кәсіпкерлер қауымдастығының бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында бүгінгі таңда бизнесті сервистік қолдау жұмысымен қызу айналысуда. Ағымдағы жылы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында облысымызда 2000-ға жуық жұмыс орны ашылса, ал жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша 1500-дей адам өз кәсібін ашқан. Біздің ауданда 1600 кәсіпкерлер бар, соның ішінде ауыл шаруашылықтары, жеке кәсіпкерлер және биыл несие серіктестіктер ашылып отыр, соның бәріне біздер нақты көмек көрсетіп жұмыс істеп отырғанбыз. Енді бағдарламасының тәртібі осы жартылы істеп, келесі жарты жыл жоба күткенше уақыт өтіп кетеді. Сол уақытта кәсіпкерлер келіп көмектерін ала алмай қалады. Сондықтан мына сервистік компания үздіксіз тұтас жылдың басынан аяғына дейін істегені қажет. Жиын барысында ауыл кәсіпкерлері де өз өтініш тілектерін жеткізді. Облыс әкімінің орынбасары келешекте кәсіпкерлікті қолдау бағытындағы жұмыстың бір жүйеге түсетінін айтты. Нұрлыбек Қыдырғалиұлы, Темірболат Тоқмамбетов, Наурыз Халитов, Жайық пресс ақпарат орталығы.